Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен красный бархат печеньесін дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: 220 грамм ұн, 45 миллиграмм сүт, сахарный пудра, 1 ас қасық разрыхлитель, 1 ас қасық какао, 1 чайный ложка қызыл краска, 1 жұмыртқа, 50 грамм сұйық май, шым-шым тұз және 160 грамм құмшекер қажет. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Краскамызды, разрыхлителімізді, какаомызды және тұзымызды салып араластырамыз. Ыдысымызға 1 жұмыртқамызды, үстінен құмшекерімізді салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді үстінен сүтімізді құйып араластырамыз. Оның үстінен сұйық майымызды құямыз. Жақсылап біркелкі масса болғанынша араластырамыз. Енді оның үстінен ұнымызды бөліктерге бөле отырып салып араластырамыз. Ұндарымызды бірден салуға болмайды. Қалған ұнымызды салып, қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Бізде осындай қамыр пайда болуы қажет. Енді қамырымызды кішкене бөлігінен бөліп алып, домалақтап, сахарный пудраға аунатамыз. Пергамент қағазымызға барлығын орналастырып шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің видеоларыма лайк басып, комментария жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қызып тұрған пешімізде 250 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің красный бархат печеньеміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.